Қазіргі келіндер романтикаға толы өмір сүріп жатыр ғой, Аллаға шүкір. Енді біздің алдымыздағы дана буын, біздің аналарымыз, апа әжелеріміз ондай нәрсені көрген жоқ, романтика аз болды, бірақ әрқайсының өзінің сәулетті, дәулетті, әдемі өмірлер болды, өздерінің тарихтары бар. Бірақ та қазіргі келіндер басқаша форматта. Олар түнгі сағат 1-де, 2-де тапсырыс берсе қазір келе қалады ғой, қай жер болса да. Клубника в шоколаде жегісі келеді, суши, пицца, неше түрлі қазір салтанаттар бар. Соның барлығына тапсырыс береді, үйіне алдырып жеп отыра береді. Соны қызғана қарайтын енелерге айтқым келеді. Әрине, біз клубника в шоколаде жеген жоқпыз жас кезімізде, ондай рахат, махаббат бізде аз болды, романтика деген мүлдем болған жоқ деп айтсақ та болады. Бірақ та қазіргі романтикада өмір сүріп жатқан жастар біздің балаларымыз болғандықтан да алдағы уақытта біз оларды тәрбиелеген, бойына сіңіре білген жақсы нәрселерді өз уақытымен қайталайды деген уақыттамыз. Біз клубника в шоколаде көрген жоқпыз, бірақ оларды көрмеген талай мықты сәттерді, тәтті романтикаларды өзімізше көрдік. Соған да қанағат деуіміз керек.